сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуре етер ішіне қулық сақтап, өзіне сен өзіңді алып шығар, еңбегі мен ақылын екі жақтап. Демекші, қазіргі кездегі елімізді толғандыратын мәселелердің бірі жастарды адамгершілікке, әдептілікке, адалдылыққа, имандылыққа баулу, ел жұрттың болашағын ойлап, халықты ауыр тұрмыстан, азаптан құтылудың жолын меңзеп, оқу білімге шақырған бірден бір ақын Абай Құнанбайұлы. Биыл ақынның 175 жылдық мерейтойы тойланбақ. Ұлы ақын, ағартушы, философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер Абай Құнанбайұлы 1845 жылы Шыңғыстауды жайлаған Тобықты руында дүниеге келген. Абайдың арғы тегі орта жүз, Тобықты арғын ішіндегі Олжай батырдан басталады. Абай Құнанбайұлы жасында ғылым бар деп ескермедім. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгіліне кеш сермедім. Бұл махрұм қалмағына кім жазалы, қолымды дөп сермесем үстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге білдеп бердім, қызмет алсын жиналсын деп бермедім. Өзімде басқа шауып түс көрледім, қазаққа қара сөзге дес бермедім. Еңбегіңді білерлік еш адам жоқ, түбінде дұрыс жүргенді теріс көрмедім. Абай Құнанбаев күз. Сұр бұлт түсі суық қаттайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тойғаныма тоңғаныма, жылқы ойнап бие қашқан тай жарысқан. Жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес жүгірмес бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш орай. Біреу малма сапсыйды салы биен, салбыраңқы тартыпты жыртық киім. Енесіне еріп шуда жүрбін, жас қатындар жыртылған жабай деген. Қаз тырна қатарласып қайтса бермен, астында ақ шомшы жүр ол бір керуен. Қай ауылды көрсеңде жабырқаңқы, күлкі ойын көрінбейді сейіл серуен. Кемпір жал қыржан қағып бала бүрсең, көңілсіз қара суық құрда жүрсең. Кемік сүйек сорпасу тимеген соң, еде ет шақшқан аулап қайда көрсең. Күзер тозған оты жоқ елдің маңа, тұман болар жел соқса шаң тозаңа. От жақпаған иенің сыры қашып, ыстан қорқан қазақтың құрысын заңа. Абай Құнанбаев қыз, ақ киімді денелі ақ сақалды, соқыр мұқау танымас тірі жанды. Сүті басы ақырау түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Демалысы үскірік аяз бен қар, кәрі қодан қыз келіп әлек салды. Шпадай бөркін киген оқшыр айтып, аяз бенен қызарып ажарланды. Бұлттай қасы жауып екі көзін, басын сілкісе қар жауып мазандалды. Борандай бұрқысар қайтып долданғанда, алты қанат ағорда үй қалды. Әуес көріп жүгірген жас балалар, беті қолы домбығып үсік шалды. Жеден мен тоң қабаттап киген малшы, бет қарауға шыдамай сырт айналды. Қар тепкенге қажымас қайран жылқы, титығы құруына азақ қалды. Қыспен бірге тұмсығын салды қасқыр, малшыларым қорғылма икем алды. Соныға малды жайып күзетіңдер, ұйқы өлтірмес қайратқыл боз қамалды. Ет жегенше Қондыбай қанай жесін, құр жібер мұнан тұрған кар шалды. Абайдың табиғатты жырлауының өзі ерекше. Қазақ даласына тән құбылыстарды өлең жолдарымен дәл сипаттаған. Қай өлеңін қарасақ та халқына жаны ашып, сол кездегі халықтың тұрмыс тіршілігін сипаттап, адамдарды білім алуға шақырған. Сөзімді ақынның бір шумақ өлеңімен қорытындыласам. Жазғы тұры қалмайды қыстың сызы, масатыдай құлпырар жердің жүзі. Жан жануар адамзат анталаса, ата-анадай ел жүрер күннің көзі.